Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелінің тапсырмасы бойынша COVID-19 вирусының алдын алу мақсатында елімізде бірқатар шұғыл шаралар қолға алынды. COVID-19-ға байланысты енгізілген төтенше жағдайлар тұрғындардың әдеттегі өмір салтын түбегейлі өзгертіп, білім беру саласын дайындалды өтпеді. Осы орайда Қазақстандағы барлық жоғарғы оқу орындары мен колледждері 16 наурыздан бастап онлайн оқыту форматына көшкені белгілі. Онлайн оқудың басқасында жүрген студенттер жақсы біледі. Қашықтан білім алу үшін студентте қарапайым ноутбук, күнделікті қолданса қалтыраспайтын смартфон, жанға жайлы тыныш бөлме мен жоғары жылдамдықтағы интернет болса жеткілікті. Айтуға оңай әрине. Бүгінгі тақырып онлайн оқудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Елімізде алғаш рет жаппай қашықтан оқытуға көшкен жоғарғы оқу орындары мен колледждердің аудиториялары қаңырап бос қалды. Әлемді дүрліктірген індеттің салдары еліміздің білім беру жүйесіне де уақытша өзгеріс енгізді. Нәтижесінде өткен наурыз айының 16-сынан келер жылдың басына дейін студенттер қашықтан оқыту жүйесі арқылы білім алады. Қазіргі таңда Қазақстандағы жағдай бірқалыпты десек те, бұл мерзім пандемияға байланысты ұзара түсуі бек мүмкін. Өз кезегінде оқытушылар да қашықтан жұмыс істеу режиміне ауысып, ендігі жерде студенттердің сабақ үлгерімін тек үйде отырып компьютер мен смартфон арқылы тексере алады. Онлайн оқыту жүйесін іске асыру үшін ең алдымен интернет көзі керек. Одан басқа компьютерлік техника, смартфон сияқты мобильді телефондар керек. Студенттермен байланыс орнату үшін кей кезде хабарламалар беру үшін WhatsApp желісінде қолданатынымыз жасырын емес. Енді онлайн оқыту жүйесінің артықшылығына келетін болсақ, бұл жүйе оқытушыға да және білім алатын студенттерге де көбінесе жеке ізденіске, дербестікке, өзіндік ойлау қабілетін жетілдіруге, әртүрлі электрондық кітаптарды, интернет көздерінен материалдарды іздеуге, сонымен қатар жаңағы әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды меңгеруге осыған итермеледі. Және нәтижесінде әрбір студент және оқытушы осы бағдарламаларды меңгеріп алатынына көз жеткіздік. Енді әрине осындай онлайн оқыту жүйесінің кемшіліктері де жоқ емес. Бұл тікелей интернет көзімен ғана іске асатындықтан еліміздің көптеген аудандарында, ауылдарда, тіпті мынау үлкен қалалардың кейбір аудандарында да интернет желісі жеткіліксіз, қолжетімсіз болып келе жатыр әлі күнге дейін. Оған қоса мынау компьютерлік техниканың ескі болуы, немесе оның мүлдем жоқ болуы, ноутбуктардың жоқ болуы, міне осыларға байланысты тіпті жаңағы аса оқуға деген талабы болса да, таланты болса да, көптеген жаңағы аз қамтылған отбасынан шыққан студенттер толыққанды білім ала алмай отыр. Қашықтан оқытуға көшкеннен бері студенттердің ойлары екіге жарылды. Онлайн оқудың артықшылығы мен кемшілігі турасында студент аузынан. Жалпы онлайн оқудың артықшылығы мен кемшілігіне келетін болса, артықшылығы бізде көп уақыт болады. Мысалы біз тек қана компьютер алдында телміріп, тек теорияны өтетін болса, мен соны практиканы өту үшін өзім телеарналарға, болмаса газеттерге, журналистикаға қатысты салаларға барып, практикадан өтіп жүрмін. Бұл мен үшін тиімді. Және де шынайы атмосфераны көресің журналистикада, ал онлайнда ол тек теория төгілуінде ғана шектеліп қалып жатады. Оған қоса бос уақыттар өте көп болады. Ол кезде тіл үйренесің, осы тағы да біраз курстарға қатысып жатырмын. Артықшылығы сол өзіңе көп уақыт табасың. Ал кемшілігіне келетін болсақ, мен бүгін алдында ауылда тұрдым, қазір қалаға келіп оқып жатырмын. Ауылда болған кезде интернет ұстамады, сабаққа дұрыс қатыса алмадым. Көп сабақта солай балдарым төмендеп кетті. Бұл өте сабақ балама әсер етті. Сосын төмендеген соң мен амал жоқ, алматыға келіп оқып жатырмын. Алыс аймақтарда тұратын студенттердің онлайн оқытуға көшкеннен бері айтып келе жатқан мұң-мұқтажымен мәселесі шешімін табуы тиіс. Бүгінгідей індет әлемді дүрліктірген уақытта білім берудің онлайн сынды озық тәсілінен артық жолы жоқ. Сондықтан қашықтан білім берудің барлық мүмкіндіктерін әрбір студент қалт жібермеуі тиіс. Онлайн оқудың да өз кемшіліктері бар дегенімізбен, талант бар студенттер білім алуын жалғастыруы тиіс. Жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Әділет Есімжан, Айдын Атарбек, Алматыдан.